Баршаңызға сәлем. Ең алдымен бір үлкен пияздың согын шығарып аламыз. Мен алдын ала дайындап алдым. Енді осыған бал қосамыз, жақсылап араластырамыз. Бал міндетті түрде сұйық болу қажет. Ең соңында касторовый масло қосамыз, бірақ бұл міндетті емес, тіпті қоспасаңыздар да болады. Бірақ касторовый масло өте жақсы шаштың түбін бекітеді. Енді осы маскамызға ватный дискті малып отырып, шашымыздың тек қана түбіне ғана уқалап отырып жағып шығамыз. Шаштың ұзындығына жағуға болмайды, себебі шаштың ұзындығын құрғатып жібереді. Тек қана түбіне ғана жағып шығамыз. Бұл маска өте жақсы маска. Шаштың түбін бекітеді, түсу қояды, шаштың өсуі тездетіледі. Жаққаннан кейін шашыңызды кішкене уақытқа уқалап түбіне сіңдіріңіз. Шашымызға маскамыз жағып болғаннан кейін салафан либо осындай шапка киіп 1 сағат шашымызды жылы ұстаймыз. Міндетті түрде 1 сағат ұстаңыздар. Шашымнан пияздың иісі шықпас үшін мен осындай лимонды эфирный масло қолданамын. Осы эфирный маслоның 2-3 тамшысын шөміш суға араластырып, шашымды шайқайтын болсам, өте керемет иіс шығып тұрады. Луктың иісі мүлдем жоғалады. Бір жағынан өте пайдалы, шаштарыңыз жұмсарып, өздеріңізге қатты ұнайтын болады.